Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз қазақ тілі пәнінен мемлекеттік емтиханға арналған тапсырмаларға дайындалатын боламыз. 8-ші сынып қазақ тілі пәні. Қазақ тілі пәнінен 8-ші сынып оқушыларына арналған аралық аттестаттау. Енді осы мемлекеттік емтиханда қандай тапсырмалар келуі мүмкін? Тапсырмалар бізде 3 тапсырма келеді. Олар жаңағы оқылым тапсырмасына байланысты, жазылымға байланысты да және әдеби тіл нормаларына байланысты. Енді мысалы жазылымға байланысты кез келген бір сурет берілуі мүмкін. Сол суретте мысалы сурет мәтініндегі Казсат 2 ғарыш кемесі туралы ақпарат беріңдер деп осылай келуі мүмкін. Немесе жаңа кез келген бір мәтін беріп, осы мәтінді түсініп оқып, тапсырмаларды орындаңыздар деп келуі де мүмкін. Жаңағы мәтін берілген кезде мәтіннің түрі, мәтіннің жанрлық ерекшелігі, мәтіннің стилін анықтаңыздар. Белгілі бір стильде жазылғанына 3 дәлел келтіріңдер. Жазушының тілдік қолданысын талдап мысалдар келтіріңдер деген сияқты тапсырмалар беріледі. Енді біз дайындалу үшін не істейміз? Біріншіден, мәтіннің неше түрі бар, соған дайындалыңыздар. Одан кейін жаңағы жанр деген не, жанрдың ерекшеліктері қандай, соған байланысты дайындалыңыздар. Және стильді қайталаңыздар. Одан кейінгі келетін тапсырма міндетті түрде ол бізде жаңағы қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасудан тапсырма келеді. Яғни берілген сөйлемдегі сөз тіркестерін анықтап, байланысу түріне талдау жасаңыздар деген. Білесіздер өздеріңіз, бізде қазақ тілінде байланысудың 5 түрі бар, иә? Қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасу. Осының ережелерін жаттап алыңыздар. Кез келген мәтін беріледі, мына сияқты, соны сіздер әрқайсысына жеке-жеке талдап бөліп шығасыздар. Мысалы бізде ғарыштың дейтін болсақ, ол бізде ілік септігінің жалғауы арқылы келген матасу болады. Сол сияқты істей бересіздер деген сөз. Ары қарай жазылым тапсырмасы болады. Мысалы кез келген тақырып берілуі мүмкін, соған байланысты эссе жазыңыздар дейді. Мысалы сөз саны 100 болсын, 70, 80, 120 деген сияқты ол әркелкі болуы мүмкін. Мысалы менің болашақ мамандық туралы жазыңыздар. Неліктен мен бұл мамандықты таңдадым? Мысалы неліктен менің болашақта осындай мамандық иегері болғым келді деген сияқты. Сонымен барлықтарыңызға сәттілік, келесі сыныпта кездескенше.